Қайырлы күн достар, біз бүгін Taobao сайтынан заказ берген товарыңыздың трек-кодын алып үйренетін боламыз. Трек-код не үшін қажет? Ол сіз заказ берген товардың қай жерге келгенін көріп отыру үшін қажет болады. Міне Taobao сайтын ашасыз. Taobao сайтында Қазақстанға прямой доставка жоқ. Бұл жерде через карго заказ бересіздер. Карго арқылы бергендіктен сіз товарыңыздың қай жерге келіп отқанын көру өзіңізге маңызды. Енді Taobao сайтын ашқаннан соң өзіңіздің жеке кабинетке барасыз. Егер сіз заказ беріп бірден байқасаңыз, жеке кабинетте ол доставка шыққан кезде мына грузовикте тұратын болады товарыңыз. Осы грузовик арқылы көріп отырсаңыз болады. Бірақ мен сияқты трек-кодты алып ұмытып кеттіңіз, немесе Taobao-дан бірінші заказ бердіңізде трек-кодты алуды ұмытып кетсеңіз, сол трек-кодты қалай аламыз? Негізі міне бұл уже менде товар оценкаға кетіп қалған. Міне мынау мен заказ берген товарым. Бұл товар оценкаға кетіп қалған товар. Былай товарды ашасыздар, былай төменге түссеңіздер, жаңағыдай цифрды көресіздер, қателеспеңіздер, бұл ешқандай трек-код емес, бұл сіздің заказыңыздың номер. Енді трек-кодты қайдан іздейміз? Жаңағыдай жеке басты бетке өтесіз, міне байқасаңыздар, мына жерде мессенджер иконкасы бар, иероглифі. Соны ашасыздар. Мессенджер иероглифінде міне мына грузовикті көріп тұрсаңыздар, осы грузовикті басасыздар. Грузовикте міне товарыңыз шығып тұрады. Соны басасыз товарыңызды. Міне көріп тұрғандарыңыздай, мынау сіздің жаңағы заказ берген товарыңыздың Қытай ішіндегі доставкасы, яғни продавецтен Қытайдағы складқа келгенге дейінгі. Енді ары қарай сіздің товарыңыз продавецтен Қытай складына келеді. Қытай складынан карго сіздің товарыңызды жинап Қазақстанға жібереді. Оны қалай көріп отырасыз? Міне, оны көріп отырғаныңыз кейде бұл саннан басталады, кейде әріптен басталады. Осы бізде трек-код. Осы трек-кодты копировать етіп аласыз. Енді жазып алсаңыз болады, бірақ ыңғайлысы, мысалы, мынау копировать ету деген кнопка, сол иероглифті басасыз, өзі автоматом копировать етіледі. Міне мынау мен берген товар. Бұл Қытай складына уже жетіп қойған, байқап тұрсаңыздар. Жаңағыдай трек-код скопировать етеміз. Енді заказ беріп жүрген каргоңыздың сайт слежкасын ашасыз. Менде мысалы AG001 каргосымен заказ берілген бұл товар. AG001 каргосын ашамын. Мене мына плюсикті басамын. Мында жаңағы копировать етіп алған трек-кодымды ставить етемін. Міне, разрешить вставку дейсіз. Мында жазасыз, не заказ беріңіз, өзіңізге ыңғайлы болу үшін, да? И добавить дегенді басамын мен. Міне байқасаңыздар, бұл товар менде Қытай складына мүлдем 10 күні жетіп қойған товар. Мен трек-кодты бүгін енгізіп тұрмын. Бұл товар тіптен менде менің қалама, яғни Өскемен қаласына жетіп тұр. Енді осы жерде айта кететін бір маңызды ақпарат, сіз товардың өзіңізге келгенін Қытай складына түскен уақытынан бастап есептейсіз. Яғни қазір жаңағыдай шығып жатады ғой, TikTok немесе Instagram желісінен. Товарым 7 күнде келді, товарым 15 күнде келді. Оның бәрін қалай есептейсіз? Міне мынау сіздің товарыңыз 10 күні Қытай складына түсті. Қытай складынан түскеннен бастап Қазақстанға, яғни сіздің қалаңызға жеткенге дейінгі уақыт санайсыз. Яғни менің товарым 9 күнде келді деген сияқты, Бірақ мен бұл товарды қазір көрсетемін. Міне байқасаңыздар, мен бұл товарды 5 күні, 11 айдың 5 күні заказ бергем. 5-не заказ бердіңіз, бүгін 19-ы 2 апта өтіп кетті деген болмайды. Себебі 5 күні заказ бердіңіз, ол Қытай алады, продавец алады, сіздің Қытайдағы карго адресіне апарады. Міне ол 5 күнде, яғни Қытай доставкасы 5 күн біздің складқа дейін жүрді. И сол Қытайдан біздің Қазақстанға, менің қалама 9 күнде товар келді. Бұл товарды алып кетесіз, алып кеткеннен кейін бұл каргода принять товар дегенді басасыз. Енді бір каргоға жабысып қалған ешкім жоқ. Карголармен жұмыс жасап көріңіздер, тестировать етіп көріңіздер. Қытайдан заказ берсем, осы затты Қытайдан алсам, ұтылмаймын деген затты алып көріңіздер. Мысалы, менде міне айтып жатырмын ғой, бір ғана каргомен жұмыс жасамайсыз деген сияқты. Мен Алатау каргосымен де жұмыс жасап көрдім. АК-97 каргосымен де жұмыс жасап көрдім. Бұл карголардың сайт слежкасы бар. Енді мысалы сіз сайт слежкасы жоқ каргомен заказ берген жағдайда не істейсіз?
кез келген каргоның телеграм каналы болады. Мысалы, мен жай ғана мына каргоның примерінде көрсетемін. Ашасыз. Міне, бұл карго товардың Алматыға шығып немесе Алматыға келген, осылай группаға дейміз, телеграм каналға файлды салып отырып көрсетіп отырады. Кез келген соңғыны ашамыз, мысалы, мынау Алматы қаласына поступление деп тұр, 8 күні түскен товарлар. Ашасыз. Сіз заказ беретін кезде міндетті түрде каргодан ID код аласыздар, өзіңізге жеке ID кодыңыз болады, сол арқылы заказ бересіздер. Енді жай ғана мысал ретінде менің ID кодым 0171 болды деліге. Ашасыз, мысалы, осы жаңағыдай спискті ашып аласыз да өзіңіздің ID кодыңызды іздеспейтіп отырып ал. Мынау мысалы менің ID кодым. Жаңағыдай трек кодты қараймын да, мына товарды көремін де, мен бұл товардың Алматыға түскенін білемін. Егер менің өзімнің опытымда айтатын нәрсе, егер көп заказ беретін болсаңыз, жаңағыдай на постоянной основе дейді ғой, жиі заказ беретін болсаңыз, сайт отслежкасы бар каргомен жұмыс жасағаныңыз дұрысырақ болады. Себебі бұлай файл ашып отырған күтте ыңғайсыздау. Бірақ егер тарифы жақсы болса, неге жаңағыдай заказ бермеске? Болады. Бұл мысалы жаңа көрсетме, осылай трек-кодтарды енгізіп отырасыздар. Міне бір ғана трек-код емес, менде бірнеше трек-код бар. Осылай қарап отыра аламын. Қай товарым Алматыға келді, қай товарым жолда келе жатыр. Алған товарымды принять етсе, міне мында архивқа кететін болады. Бұл товар яғни мен алып қойдым деген. Ақпарат пайдалы болса, каналға тіркеліп лайк басып кетіңіздер, достарыңызбен бөлісіңіздер, және де Taobao сайтына байланысты сұрақтарыңыз болса, комментарийға жаза кетіңіздер.